Жәдігердің Қаржас руының бір бұтағы. 7-ші ұрпағы Жұматай Бейсенбайұлы дуалы ауыз әулие болыпты. Жұматай лақап есімі Әбжалап. Үйленіп тұрмыс құрмаған, дүние жинап мал ұстамаған. Қысы жазы көйлек дамбалшаң, жалаң аяқ жалаңбас жүре берген. Осылай жүріп ол, мен Алланың құлымын деп күнделіктің несібесіне қанағат қылып, диваналық өмір сүрген. Әбжалап көп жылдар Баянауыл дуанының аға сұлтаны Мұса Шормановтың баласы Сәдуақастың үйінде тұрады. Мұны ұнатпаған оның кейбір ағайындары: «Сәкен аға, осы бір дивананы қасыңызда ұстап қайтесіз, тіпті ұятақ» дейді екен. Сонда оларға Сәдуақас: «Сендердің бұл екеумізде жұмыстарың болмасын. Бұл Әбжалап менің бүгінгі жалғандағы ырысым. Құдай жазса, ақиретте тынысымда болады» дейді. Әбжалаптың әулиелігіне байланысты әңгімелер Баянауыл өңіріндегі ел аузында күні бүгінге дейін айтылып келеді. Әбжалапты мәшһүр Жүсіп Көпейұлы әулиенің әулиесі Әбжалап деп қатты құрметтепті. Әбжалап әулие 1918 жылдың 14 ақпанында Құрман Доңғалақ деген жерде мәшһүр Жүсіп Көпейұлының қайын атасы Шегебай қажының ауылында дүниеден өтеді. Оны жерлеуге Ақпанның сақылдаған сарайазында мәшһүр Жүсіп те қатысады. Сонда Әбжалаптың сүйегін киіз кілемге орап, бейіт басына келеді. Осы жерде дұға оқылып болған соң, жігіттер мәйітті орап әкелген кілемді ашқанда, онда мәйіт жоқ, тек кебін ғана жатады. Мұны көріп өз көздеріне өздері сенбей, абыржыған кісілер: «Астапыралла, астапыралла» деп мәшһүр Жүсіпке қарап, «Ата, Әбжалаптың денесі қайда?» деп сұрауға батылы барады. Сонда Машекең: «Бұған таңданып абыржымаңдар. Әбжалаптың сүйегі көрде жатпас, ал менің сүйегім көрде 40 жыл білінбес» деп қарқылдап күледі де, ол Алланың еркесі болған адам. Жарықтық Әбжалап әулиеге бірде алба-жұлба болып тозған іш киімдерін шешіп алып, жаңасын кигізгенімде ойбайлап, мәшһүр мені тонап жатыр деп айқай салатын еді. Алланың оның пешенесіне жазған осы болды. Енді оның кебінін мына көрге көміңдер дейді. Бұл жағдаят турасында Мәшекеңнің шығармаларында да жазылғаны белгілі. Әбжалап әулиені жерлеу кезінде оны орап әкелген киіз кілемнің ішінде оның сүйегінің болмағаны жөнінде осы жолдардың авторы өзінің 2008 жылы Павлодар қаласындағы Эко басқанасында басылып шыққан «Қаржас ұрпақтары» деген кітабында жазған еді. Осы кітаптан жоғарыда сөз қылған жайтты оқыған бір оқырман телефон соғып, «Сіздің кітапта жазылғандай Әбжалаптың денесі неліктен кілемнің ішінде болмады?» деп сұрақ қойған еді. Алайда сол сәтте мен ол кісіге дәл жауап бере алмағаным рас. Содан кейін оқырманның қойған сұрағына жауап іздеуге тура келді. Әрине, әулие адамдардың іс-әрекеттері туралы ғылымға сүйеніп, нақтылап жазу әм күрделі, әм қиын нәрсе. Дегенмен, Әбжалаптың сүйегі киіз кілемнің ішінде неліктен болмағанына қысқа түрде былайша деп түсіндіруге болады. Оккультизм ілімі бойынша бүкіл дүние жүзіндегі жанды жансыз материялық денелер тегісімен жарықтан тұрады. Сондықтан ол денелердің әрбір бөлшегі де жарық болады. Сонымен әрбір материялық дене жарық көзі болып саналады. Сондай-ақ адам денесі де жинақталған жарық. Осы тұста айта кетсек, жарықтың бір ғажабы ол ғаламда секундына 299.330 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Ал адам ойының қозғалысы одан да жылдамырақ екен. Әулие адамдар ішінде тек некен саяқ әулиелер Алла тағаланың өздеріне берген сыры басқаларға құпия қасиеттері арқасында өмірден өткенде әдеттегідей тәндерін жерлеуге қалдырмайды. Ондай адамдар өлерлік халға жақындағанда денелеріндегі электрондарды дұға оқып, жарық түрінде өзгерте алатұғын болған. Осындай қасиеті бар әулие
өз қазасынан бір күн ілгері үйіндегі адамдарға: «Мені бүгіннен бастап осы бөлмеде жеке қалдырыңдар. Ертең мен өлгеннен кейін денемді жапқышпен жауып, бір жұма бойы бұл бөлмеге кірмеңдер» деп өтініш жасайды. Сосын 8-ші күні қайтыс болған әулиені жерлеуге келген адамдар оның жатқан бөлмесіне кіріп, үстіне салған жапқыштың астында жансыз дененің жоқтығын көреді. Сонда өліктің астындағы төсеніштің үстінде оның тек шаштары мен тырнақтары қалады. Мұндай жағдайда өліктің денесі шым-шымдап жарық болып өзгеріп, бір жұма шамасында толығымен мүлдем жоғалып кеткен болады. Бұл сияқты таңғажайып қолысты орыс тілінде радужное тело дейді. Мұндағы радужное деген сөз түрі жарық боп көрінетін орыс тіліндегі радуга, қазақша кемпірқосақ деген сөзге байланысты пайда болған. Ендеше радужное тело деген сөз тіркесінің қазақша баламасы жарық болған дене деген сөз. Ал Әбжәлап әулиенің өзіне тән үйі болмағандықтан, ол өлерінен бұрын Алла тағалаға жалбарынып, қаза болған мезгілінен бастап жерлеуге дейінгі уақыт аралығында сүйегінің толығымен жарық болып өзгеріп кетуіне дұға жасауы мүмкін деп пайымдауға болады. Бәлкім Әбжәлап әулиенің сүйегін ораған кебінің ішінде оның шаштары мен тырнақтары қалған шығар. Алайда мәшһүр Жүсіп Әбжәлаптың сүйегінің жарық боп ғаламға таралып кеткенін және кебінің ішінде оның шаштары мен тырнақтары қалғанын әрине білмеді деуге болмайды. Сондағы қыстың аязды күнінде бейіттің басында таңғажайып оқиғаның әсерінен абыр-сабыр жағдайдың мән-жайын сөзсіз түсіндіріп айтпаған болуы керек. Бойында сәуегейлігі бар адамдарда диагностикалық карма арқылы экстрасенсорлық қабылдау жасайтын, өз ойы мен сезімін әдеуір қашыққа жерге физикалық әрекеттің қатысынсыз жеткізетін, өз қалауынша басқа бір хайуанның кейпіне айналып, сосын қалаған кезінде қайта адами пішінге түсіретін, болашақты күні бұрын болжайтын, бір жағдайдың болатындығын алдын ала түс көріп білетін, жоғалған нәрсенің қайда екендігін дәл басып айтатын, жын-періні өзіне бағындырып алатын, тағы басқа табиғи сыры әлі айқындалмаған құпия қабілеттер болатындығын оккультизм ілімін игерген ғалымдардың еңбектерінен оқып білуге болады. Әбжәлап әулиенің бойында жоғарыда сөз болған құпия қасиеттердің көпшілігі барын, оның тіршілігінде жасаған әртүрлі іс-әрекеттері туралы ел аузындағы әңгімелерден белгілі. Енді баянауылалық екі әулие туралы да қысқаша айтып өтсек. Заты күлік ақын Жанақ Жаңабатұрлы да әулие болған екен. Ел аузындағы әңгімелерге қарағанда, Жанақ әулиенің адамның қисық, жағымсыз мінезін өзгертіп, жөнге салатын, әсерлі гипноз жасай білетін, кез келген адамды атпай, шаппай, өлтіріп жіберетін құпия қасиеттері болыпты. Жанақ әулие туралы мәшһүр Жүсіптің 2006 жылы Павлодарда жарық көрген шығармаларының 9 томының 247-249 беттерінде төмендегідей деректер жазылған. Жанақ деген кісі жаралуы басқа жан болыпты. Аттым деген сөз аузынан шықса, мал болсын, жан болсын, мұрттай шатығын болыпты. Бірде Айдабол руындағы Еламанның баласы Тұрсынбай Жанаққа келіп, құлболдыға қас қылғанды атамын дейтұғының қайда? Ат мына шорманды дегенде, Жанақ: аттым шорманды, үйіне жетсе сол депті. Сонда Баянауыл дуанның аға сұлтаны 49 жастағы Шорман би үйіне барып, аттан түскеннен кейін өліп кетеді. Ру орманшы Шайхы Ырысбек әулие Солпы ұлы Баянауыл өңіріндегі Қызылтауда дүниеге келген. Ырысбек Түркістан мен Бұхара медреселерінде оқып білім алады. Оған 40 жасында сәуегейлік пен емшілік қасиеттер қонады. Содан кейін оның екі құлағы бірдей ести алатын ғажайып қасиет пайда болады. Ырысбек әулие ауырған адамдарды, есі ауысқан, жын соғып ауырғандарды өзінің сарала қамшысымен 3 мәрте арқасынан тартып жібергенде, олар құлантаза айығып кететін болған. 1937 жылы Шайхы ата кеңес өкіметінің қазақтардың көзін құрту саясатына ілігіп, Павлодардағы белгілі ақ түрмеге жазықсыз қамалғанда,
ол жатқан камераның есігіне салынған құлып әр уақыт ашылып кете береді. Сонда қамауға алынған қазақта ерекше қасиет барын сезген түрме басшылары оны амалсыздан босатып жібереді. Біреу-міреу Ырысбек әулиенің үйіне арнайы келе жатқанда қабырғада ілулі тұрған сарала қамшының ұшы дірілдеп қозғалады екен. Сонда Шайха ата әйеліне: «Біздің үйге қонақ келе жатыр, қамсыз болма» дейді. Осы әңгімені 2-ші сыныпта оқып жүргенімде анамнан естіген едім. Ырысбек әулие жанындағы адамның сөзін есту үшін таспиықтың бір ұшын өзі ұстап, екінші ұшын сөйлесетін адамға ұстатып қойғанда, оның айтқан сөздерін кәдуілде естіп, екеуара тиянақты әңгіме құрады екен. Дәл осылайша Шайха ата мен біздің әке екеуінің ұлы отан соғысы басталардан бұрын біздің үйдің алдында әңгімелесіп отырғандары әлі де көз алдымда. Оккультизм іліміне сүйенсек, әрбір әулие адамның бойында оның сыртқы, табиғи физикалық денесінен аумайтын, яғни оған ұқсас материалды емес, құпия пішіні, орысша двойник болады. Физикалық адам денесінің құпия пішіні астральды дене деп аталады. Нақты астральды дененің иесінен тыс қозғалысына уақыт пен кеңістік кедергі жасай алмайды. Сонымен бірге әрбір адамның организмі өз денесінен үнемі жан-жаққа ультракүлгін түсті сәуле шығарып тұрады. Осы сәулені әулие адам қабылдап, сол сәулені шығарған адамның қай жерде екенін анықтай алады. Әлбетте, келешекте ғылыми әдістер арқылы темірді де, тасты да, тағы да басқа материалдық денелерді тегіс жарыққа айналдыруға болатыны күмәнсіз.